Бөлтірік шешен, бөлтірік әлмен ұлы. Қазақ тарихындағы әрі би шешен, әрі жауынгер батыр, палуан ретінде танымал болған көрнекті қайраткер. Бөлтірік әлмен ұлының шешендік сөздері жастардың да, ересектердің де жақсылық пен жамандық қасиеттерін салыстыра бағалауға бағдарлайды. Ендеше бөлтірік әлмен ұлының нақыл сөздерін тыңдап көрелік. Жатқа сөйлеме, жаманға сөйлеме, асырып сөйлеме, батырып сөйлеме. Жасқа сөйлеме, масқа сөйлеме, ұрыға сөйлеме, қарыға сөйлеме. Жаманға айтқан сөзден жақсыға айтқан сөз дұрыс. Ойсыз сөзден ойлы сөз дұрыс. Ойсызға айтқан сөзден ойлыға айтқан сөз дұрыс. Айтылмай қалған сөзден айтылып қалған сөз дұрыс. Сөйлеме шерді білсең, бәрінен де сол дұрыс. Олай болмаған жерде қанша асыл деме, сөзіңнің алды бұрыс, арты ұрыс. Саңлауы жоқпен сабақтас болма, байлауы жоқпен санаттас болма. Тілегі жаманмен қапаға түспе, тегі жаманмен ортаға түспе. Ақылы жоқты аға тұтпа, қасиеті жоқты қадір тұтпа. Ақылы жоқты аға тұтсаң, кішілігіңді кемшіліктей көрер. Қасиеті жоқты қадір тұтсаң, кісілігіңді ерсіліктей көрер. Тегі жаманды тең тұтпа, тілегі жаманды ес тұтпа. Тегі жаманды ес тұтсаң, төріңе шығар. Тілегі жаманды ес тұтсаң, төбеңе шығар. Үлкен алдында иіліп сөйле, кіші алдында сызылып сөйле. Иіліп сөйлегеннен белің бүгілмейді, сызылып сөйлегеннен сөзің үзілмейді. Екі ойлы болма, екі ұшты сөйлеме. Ұрының қасында жүрме, өтірікшінің қасында жүрме, өтірікшінің қасында тұрма. Ежелгі доспен ұстаспа, жаманмен кеңеспе, баламен егеспе. Аққу құсқа оқ тисе, қанатын суға тигізбес. Ақ сүйекке оқ тисе, көршісіне сездірмес. Ноқталы басқа бір өлім, ақыр бір күн келмей ме? Ажалдың соқса дауылы, өмірдің шамы сөнбей ме? Қанша күн сақтап тұрғанмен, сұрай келсе иесі, аманатын бермей ме? Ағадан шыққан дана сөз, құлақ құршын қандырар. Ададан шыққан бата сөз, өлгеніңді тірілтіп, өшкеніңді жандырар. Дос көтерер көңілді, ер көтерер өлімді. Бекем бу, батыр беліңді, мұңайтпа баққан еліңді. Ит жүгіртіп құс салып, жүйрік мінде сұлу құш, алғын осы тілімді. Досбол би. Досбол Қорлыбай ұлы. Би қоғам қайраткері, орта жүз құрамындағы Қыпшақ тайпасынан шыққан. Досбол қарауыл Ордабайды ертіп, шекті еліне дауға барады. Сөз арасында Ордабай жеңілтектік қып күле беріпті. Сонда Досболдың Ордабайға айтқаны: көлде жүрген қоңыр қас, шөл қадірін не білсін? Шөлде жүрген дуадақ, көл қадірін не білсін? Тауда жүріп тас төскен, ағайыннан басқа өскен. Ордабай күлмей кім күлсін? Дегенде Ордабай күлкісін тия қойыпты. Бір күні жиынның ортасында отырған Досбол шешеннен біреу қол бастау қиын ба, жол бастау қиын ба, сөз бастау қиын ба деп сұрайды. Сонда Досбол би: қол бастау қиын емес, көк найзалы ерің болса, жол бастау қиын емес, соңына ерген елің болса. Бәрінен сөз бастау қиын, тауып айтсаң мереке қылады, таппай айтсаң келеке қылады деген екен. Есет би. Есет Көтібар ұлы, атақты батыр би. Ресей империясының отаршылық саясатына қарсы ұлт-азаттық қозғалыстың басшысы, кіші жүздің Қабақ руының басқарушысы болған. Ақтөбе облысының Шалқар ауданындағы Ақши бойында дүниеге келген. 1838 жылы Жоламан батырмен бірге көтеріліске шығып, Елек қорғанына шабуыл жасаған. 1847-1870 жылдары Жанғожа батырмен бірге Қоқан, Хиуа хандықтарына қарсы шықты. 1889 жылы қартайған шағында дүние салды. Шалқар ауданындағы Шолақшиде жерленген. Патша үкіметінің жалдамалы әкім сұлтаны
Арыстан Жантөринге алғаш рет бетпе-бет кездескенде Есетбей оған мынаны айтыпты: тауға біткен қайыңның солқылдар басы жел өтсе, тоғайға біткен жоңышқа солғын татар күн өтсе, ерні салпы ер аты семірмес қайта ер өтсе, еңке тартады ер қолынан мал кетсе, арбадан үркіп жаманат ер салдырмас жал бітсе, қайыры болмас ғаріпке ақылсызға мал бітсе, қасына қонсы қондырмас қас жаманға әл бітсе, тәңірден тілеп алған ұлдарың тіл қайтарар ер жетсе, хан бұрылып қараған, би бұрылып сұраған, ажары болмас арудың 2-15-тен жас өтсе, сылдырап белін шешінген назданып аяқ көсілер, алғаныңа жандарым қадірін кетер күн болар, ер қартайып жас кетсе. Есетбейдің жасы 80-ге аяқ басқанда өзіне сәлем беруге барған жастарға айтқан ғибрат термесі: қартайдымда қор болдым, күн сенікі жастарым, кәрілікке жеткізсе талайды көрер бастарың. Заманымда өзімнің еңсеріскен ер едім, белсеніскен бел көрдім, жасанысқан жау көрдім, тізелескен дау көрдім, үрікпедім саспадым, бір өтірік болмасын, табаным тайып қашпадым, түгелердің жолдасы, тілектес болған дос жарым, сол дәулеттің тұсында самарқандай сапырып, шапқан шөптей жапырып, аспадым да таспадым, қанды көйлек жолдасты сары алтындай сақтадым. Менің көрген затым бұл, төкпей шашпай қолданып, ортаңа сүйреп тастадым. Бегалы би, бегалы күлен ұлы би, ұрпақ жадында ел қамын ойлаған парасатты ақыл иесі, сөзге шешен алғыр би ретінде қалған. Бегалы би айтты деген ғибратты өсиеттермен ол туралы бегалы бидің қос бәйгесі сынды аңыз әңгімелер сақталған. Бегалы би айтқан нақыл сөздер: есің барда елің тап, туысыңның шотын шап, барыңды сат жүгіңдар, ертерек елге қайт. Әйелі семіз өз арық, жұтаған ерден сақтасын. Жері сортаң, адамы қартаң, азған елден сақтасын. Адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйірін тапқан соң. Ашылғанның айыбы жоқ, өзі біліп етегін жапқан соң. Ұл өсірдік ер жетті, жөніне кетті, қыз өсірдік бой жетті, еріне кетті. Екі ортада қалған атаны төрінен көріне жетті. Айбары жоқ айтарыңды қайтейін, барары жоқ қайтарыңды қайтейін. Қауқары жоқ қайратыңды қайтейін, қаһары жоқ айбатыңды қайтейін. Келін балаң жаман болса ұлыңнан көр, күйеу балаң жаман болса қызыңнан көр. Арқан бойы соқпақтың тұсау бойы төтелігі бар. Әке тілін алмаған ұлдан без, шеше тілін алмаған қыздан без. Адал болса алғаның жан серігің емес пе, сұлудан да сүйкімді жан көрігің емес пе?